Барлығына сәлем достар. Бәрі Ким есімді басты кейіпкерден басталады. Ер адам өрт сөндіруші болып жұмыс істейді. Ол үлкен биіктіктен құлаған баланы құтқарып қалады. Ким қыздың аман қалғанына қуанып, онымен танысқысы келеді. Бірақ оған ешкім мән бермейді. Осы кезде өрт сөндірушіні жанып жатқан ғимараттың қасында тұрған ер адам мен әйел адам шақырады. Ким қауіпті аймақтан тез арада кетуді талап етеді. Бірақ олар оның ерлік ісіне тәнті. Бейтаныс адамдар Кимді Парагон 442 жылдан бері асыл өлген адам деп атайды. Ким түсінбей жатыр, бірақ оны қайта тірілтпек болған әріптестерін байқады. Ер адам періштелерден анасымен қоштасуын өтінеді, бірақ өкінішке орай оның уақыты аяқталды. Өрт сөндірушінің серіктері Дачу мен Эван болып шықты. Олар келесі әлемде Кимді алдағы 9 соттан өткізіп қорғайды. Онда оларды Гунрим атты басты періште қарсы алады. Періште оны тезірек бірінші соттан қорғап өткізгісі келеді. Кісі өлтіру құдайы Кимнің кісі өлтірумен байланысын қарастырады. Бірде өрт кезінде ол серіктесін өртеніп жатқан ғимаратта қалдырды. Ондағы періштелер Ким досын аман алып қалса болар еді. Соның жазасы ретінде оны 40 жылға жанып тұрған отқа лақтыру қажет дейді. Бірақ Кимнің қорғаушы періштелері оның досы өз еркімен жанын тапсырды. Ким қызды аман алып қалу үшін деп қорғайды. Досын аман алып қалуға тырысқанын көріп, сот оны толықтай кешіреді. Олар келесі сотқа жолға аттанды. Келесі сот Лени. Ол адамның бос жіберген уақыты үшін жазалайды. Ол Кимді күткен. Кимнің жануарларға аман алып қалуға тырысатынын көріп тәнті. Құдай ана Кимге осындай әрекеттерге баруға не итермеледі деп сұрақ қояды. Ким барлығы ақша үшін деп жауап бергендіктен, Құдай ана оны мүлдем ұнатпай қалады. Ол Кимді жыртқыш балықтарға толы теңізге лақтыруды шешті. Кимнің қорғаушы періштелері оның естеліктерін Құдай анаға көрсетіп, қорғап қалғысы келеді. Ол күні-түні науқас анасы мен кіші інісі үшін жұмыс жасаған. Құдай оны кешіріп, жолға аттандырады. Келесі сот өтірік құдайы. Жолда періштелер Кимге, егер барлық соттан өте алсаң, қайта тірілер әлеміне жаңа адам болып туыласың деп өте етеді. Ал періштелер адам болып туылу үшін 49 адамды 9 соттан өткізу керек. Оларға аз қалды, себебі Ким 48-ші адам. Періштелер Ким 9 соттан өту үшін барлығын жасайды. Жолда оларға құбыжық шабуыл жасайды. Бұл жерде кекшіл рух пайда болды деген сөз. Демек Кимнің бір жақыны оған қатты өкпелеп өмірден өткен. Періште Ганрим бірден жолға шығып Кимнің анасымен кездеседі. Ол анасына досымен жеке қоштасып алсам болады ма деп рұқсат сұрайды. Бір кекшіл рух оның інісі Линк болып шықты. Періште Ганрим оның артынан еріп әскери бөлімшеге келеді. Онда жігіттің өлімі белгісіз болған. Оның әскерден қайтуына 2 апта қалған. Періште Ганрим оның өліміне капитанның қатысы бар екендігін түсінді. Сол уақытта өтірік құдайы Кимнің досы қайтыс болғанда кішкене қызына әкесінің атынан 1 жыл бойы өтірік хат жазып жүргенін біледі. Ақыр соңында қыз ол туралы біліп, жүрегі ауырған. Ким сонымен қатар анасына да өзі науқастанып қалған кезде менің отбасым бар, барлығы жақсы деп өтірік айтқан. Құдай оның тілін кесіп алуды шешеді. Қорғаушы періштелер Ким өтірікті тек қана жақсылық үшін айтқан. Анасына өтірік айтқан арқасында ол жазылып кеткен. Ал кішкене қыз сол хаттардың арқасында аяққа тұрып кетті дейді. Құдайдың жүрегі елжіреп Кимді кешіреді. Періште Ганрим Кимнің көңілі түспесін деп інісінің қайтыс болғанын айтпайды. Бірақ Ганрим басқа періштелерге айтып, оның інісінің денесін өртеу қажет дейді. Себебі онда кекшіл рух отыр. Періште Ганрим інісі Линктің қалай өлгенін көреді. Ол постта тұрған уақытта досы байқаусызда қарумен атып жіберген. Капитан келіп Линкке жүрекке тікелей массаж жасап аман алып қалғысы келді. Бірақ жұмысынан айырылмас үшін Линкті тірідей көміп тастаған. Ол уақытта Ким періштелермен мұздық арқылы өтіп жолын жалғастырады. Періште байқаусызда Кимге інісінің қайтыс болғанын айтып, енді ешқашан інісі жұмаққа бара алмайтынын, тынымсыз рухқа айналғанын айтып қояды. Лифт бұзылып, періштелер темірден ұстап тұрғанда, Ким оларды аман алып қалады.
Періште Ганрим Лингтің денесін тауып оны жерлемекші. Бірақ оған басқа періште кедергі жасады. Себебі оның денесін өртеу қажет. Лингтің рухы ағасына неге өкпелі екенін айтады. Себебі ол 15 жыл бұрын үйден кетіп қалған. Ақыры соңында үйге тек денесі келді деп айтады. Қатты ашулы рух тағы қашып кетеді. Сол уақытта Лингті байқаусызда өлтірген досы ауыртпалықты көтере алмай, анасына кешірім сұрауға келеді. Және Лингтің денесі жерленген жердің картасын беріп, өз өмірімен қоштасуға бел буады. Оны көріп тұрған Ганрим адамның өміріне араласа алмайды. Бірақ артынан кекшіл Лингтің рухы келіп, оны аман алып қалшы деп жалынады. Оның есесіне мен ағамды кешіремін және айтқаныңды орындаймын деп уәде етеді. Осы үшін Ганрим тағы ережені бұзып, жігітті құтқарады. Ол жігітті аяп, болған жағдайға өзіңді кінәлама деп айтады. Ол уақытта Ким сатқындық сотынан оңай өтеді. Бірақ қатыгездік сотынан өткенде кедергілер пайда болады. Ол бала кезінде інісі Лингті тамаққа тоймағаны үшін ұрып соққан. Кейін мүлдем үйден қашып кеткен. Құдай ашуланып періштелерді мүлдем тыңдағысы келмей Кимді жазалауға кіріседі. Мұны естіген Ганрим сот үкімін тоқтата тұруды талап етеді. Ол болмаған жағдайда Ким 2 есе жазаланады және періштелер жұмаққа өткізген 48 адамда қайта артқа оралатынын айтады. Келесі соттың алдында жас Ким анасы ұйықтап жатқанда жоқшылықта жастықпен анасын тұншықтырып, ал өздері інісімен дәрі ішіп өлмекші болғанын, себебі өмір өте қатыгез және осындай ойға келген үшін Ким өзін кешіре алмай үйден кетіп қалғаны белгілі болады. Және алыстан жұмыс жасап інісін және анасын асырап отырған. Кейін періште Ганрим мен рух Линг әскери бөлімшеге келіп, анасының картаны алып капитанға келгенін көреді. Оны капитан көріп, қорқып, анасын науқас өтірікші әйел деп айыптайды. Линг ашуға булығып, сол жерден торнадо шақырады. Ол торнадо ағасы Кимге әсер етіп, оны құм жұтып қоя жаздайды. Періште оны Лингке көрсеткен кезде ол тынышталады. Періште Ганрим сол кезде оны байлап тастайды. Сол уақытта құм астынан соңғы сот сыйламау соты пайда болады. Ол бірден Кимді анасын өлтірмекші болған үшін үкім шығарады. Тек періште қыз Дакчу арқасында Құдай оның естелігін қарайтын болып шешеді. Ким анасын өлтірмекші болғанда, анасы ұйықтап жатпаған екен. Себебі ол өлсе, балалары жақсы өмір сүре бастайды деген үмітте болған. Себебі анасы науқас. Оны естіген Ким жылап, мені соттаңдар, тек анаммен соңғы рет көрісіп, кешірім алуымды рұқсат етіңдер деп сұрады. Оны естіген інісі ағасын кешіріп, періштемен анасының түсіне кіріп, мен жұмақтамын ана, уайымдамаңыз, және ағамыз бізді асырау үшін үйден кеткен деп барлығын айтады. Анасы жылап балалармен мақтан тұтамын деп қайғырады. Бұл сәтте барлығы тоқтамастан жылайды. Ал Құдай Кимді толықтай кешіремін деп шешеді. Осылай Кимге қайта туылуға рұқсат етіледі. Періштелер тағы адам өміріне араласып, Кимнің анасына қорап жеткізеді. Онда Кимнің хаты бар. Әрқашан үйге оралуға армандағаны жайлы жазылған. Бірақ адам өміріне араласқан періштелер қайта туылуға рұқсат алады. Себебі оларды Құдай тексерген екен. 49-шы болып барлық соттан өткен адам Линг болып тіркелді. Періштелер оны ештеңеге қарамастан қорғауға дайын.